жетім қыз. Шұбарқұдық деген ауылдың шетінде Сағираш апайдың үйі бар болатын. Өте тәрбиелі отбасы, жолдасы өте іскер адам. Құрылыс бөлімінің бастығы, отбасым деп шапқылап жүрген өте жақсы кісі. Марат пен Сағираш апайдың бір қызы бар. Бір күні отбасымен тойдан қайтып келе жатып, түнгі сағат 1-де көліктері жол апатына түсті. Үлкен жүк көлігі келіп, дәл Сағираш отырған жақтан жеңіл көлікті соқты. Өкініштісі, Сағираш апат орын алған жерде көз жұмды. Кіп-кішкентай зерені өз денесімен қорғап қалған байғұс әйел ерлікпен жан тапсырды десек те болады. Періштедей зере қыз анасының өлі денесін өз көзімен көріп шошып қалған.